Негізі әйелдердің үйде бала шағамызбен отырғанына әр сағатына 10 мың теңгеден төлену керек. Мен не үшін екенін түсіндіріп айтып көрейін. Бір кезде мен өзімде қалдым да балалармен үйде. И действительно бар ғой, ана балаларды екі балам бар ғой, екі баланы қарау мен үшін бір үлкен бір сынақ болғандай болды ше. Тентек қылып жүреді адам ше. Тышатыны бар, сиіп қоятыны бар, жылайтыны бар, тамағын беру керек, сүтін беру керек и так далее да. Олар 2 күн ба сонда отырғам, үйде отыра алмадым бірақ ше. Мен түсіндім сол кезде әйелдердің үйде жайдан жай ештеңе істеп отқан жоқ екен. Әйелдер действительно бала шағаны қарау ол үлкен нәрсе да, негізі жауапкершілікті алатын үлкен жұмыс ол. Үлкен жұмыс. Сол үшін біз әйелдерімізге сен үйде отырсың, таңертеңнен кешке дейін бала қарағаннан басқа не жұмыс жасап жатсың деген нәрсені айтпауымыз керек. Наоборот, оларға поддержка беруіміз керек, кешке келіп көмектесуіміз керек. Бала шағаны өзіміз бір сәтке алайық, сен барып жаным жаңағыдай киноңды көріп ал, душыңа түсіп ал, ваннаңа түсіп ал деген сияқты ше. Өзің шаруаларыңды бітіріп ал, өзіңе қарайтын шаруаларыңды. Балаларды маған бер, мен қарап тұрайын деген сияқты. Соны үміттеді ескере жүрген жөн.